Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгін біз химия пәнінен 7-ші сынып бойынша ТЖБ 4-ші тоқсанын талдап өтетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші сұраққа мән берейік. Адам ағзасына кіретін микроэлементтер қатарын көрсетіңіз дейді. Сіздердің кітаптарыңызда барлығы кесте бойынша көрсетіліп кеткен. Енді мына нұсқаларды қарап өтейік. Магний, сутек, олар бізге дұрыс келмейді. Демек, мұнда фосфор дұрыс келмейді, мұнда магний дұрыс келмейді. Демек, сіздердің жауаптарыңыз бұл болады. Азот, көміртек, сутек, оттек. Екінші сұрақ. Сүйектің негізгі құрамына кіретін элементті көрсетіңіз. Сүйек, демек ол кальций. Сұрақ өте оңай, жауабы да оңайлы. Сіздерге берілген 4 нұсқаның ішінде бір ғана жауап дұрыс. Қалқанша бездегі гормондардың жұмысын реттеуге қатысатын элементті жазыңыз. Адамның анатомиясын зерттеп өткенде, сіздердің қалқанша безді қай жерде екенін білесіздер. Сол гормонды реттейтін ол йод болып табылады. Міндетті түрде осыны жаттап алуларыңыз тиіс. Кез келген сұрақты сонда оңай жауап бересіздер. Бірінші сұрақ. ұн және ұннан жасалған тағамдардың құрамында болатын химиялық қосылысты анықтаңыз. Ол әрине крахмал. ұн немесе ұннан кез келген жасалған тағам немесе картоптан алынған заттардың осының барлығын құрамында химиялық қосылыс міндетті түрде крахмал болып табылады. Келесі кезек 5-ші сұраққа мән берейік. Бұл жерде сіздерге кестені толықтыру керек. Берілген химиялық қосылыс, анықтайтын зат, реактив және байқалатын құбылыс. Қандай құбылыс болуы мүмкін? Енді мына жерде Толленц реактиві берілген, байқалатын құбылыс сынаулық қабырғасына күміс шөгіп, айна әсерін береді. Бұл қандай реакция болуы мүмкін? Бұл жерде глюкоза сай келіп тұр. Глюкозаға Толленц реактивін табыстаңыздар. Осы күміс шөгіп, айна әсерін беретінін байқайтын боласыздар. Келесі крахмал. Крахмал қою көк түске боялады. Қай кезде оған йод табыстаңыздар. Сондықтан бос орынға йод деп жазып өтесіздер. Сүзгі қағазы керек дейді, және дақ пайда болады. Әрине, кез келген сүзгі фильтр қағазына майды тамызсаңыздар, онда дақ пайда болады. Жай ғана киімде де оны байқайсыздар. Киімде де бір сүзгі ретінде көрсеңіздер, май міндетті түрде өзінің дағын қалдырып кетеді. Демек, ол бос орынға май деп жазып кетесіздер. Келесі нәруыз. Нәруыз анықтайтын зат болып бізге биурет реакциясын айтып тұр. Енді бұл жерде нәруызға биурет реакциясын өткізетін болсақ, байқалатын құбылыс күлгін түс көресіздер немесе көкшіл. Лиловый. Түсінікті? Осы таблица ретінде жазсаңыздар да болады, кесте ретінде немесе өздеріңізге ыңғайлы қылып бөліп жазсаңыздар да болады. 6-ші сұраққа мән берейік. Минералдар, тау жынысы, кендердің атаулары мен құрамына кіретін элементті сәйкестендіріңіз. Бізге кесте берілген бірінші болып жазылған минерал, тау жынысы және кенотау, ал екінші сол бетте құрамына кіретін элемент жазылған. Енді бұны сәйкестендіру керек. Гематит, галлит, боксит берілген. Алюминий, темір, натрий. Гематит дегеніміз ол темір. Бұл жерде сіздер байнан белгілеп кетсеңіздер де болады. Ал галлит дегеніміз ол натрий. Галлиттің құрамында натрий кіреді, гематиттің құрамында темір кіреді. Ал бокситтің құрамында алюминий кіреді. Түсінікті?
осы үшеуінің құрамын осылай көрсетсеңіз де болады, немесе мына мен секілді біріншісіне Б, екіншісі С, үшіншісі А деп жазып кетсеңіз де болады. Келесі сұрақ. Кейіннен металды өндіруді сатыларын ретімен көрсетіңіз. Сіздерге берілген пішіндеу, байыту, тазалау, кенді өндіру, ұнтақтау, қорыту. Мына берілген нұсқаны рет-ретімен қойып шығу керек. Ең алдымен біз кенді не істейміз? Өндіреміз. Біріншісі кетті. Сосын бұл кенді өндіргеннен кейін оны міндетті түрде тазалау керек. Екіншісі тазарту болады. Оны тазартып болғаннан кейін жұмыс жасау үшін оны ұнтақтаймыз. Тазалау кетті, ұнтақтау кетті. Және оны соңынан байыту керек. Байыту кетті, сосын қорыту. Және оны дайын болған затты пішіндейміз және қалыптарға құямыз. Пішіндеу деген сөз сол дайын қалыптарға құйып шығамыз деген сөз. Түсінікті, өте оңай, қызықты тапсырма болып табылады. Келесі сұрақ. Кенді өңдеу барысында қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерлері көп. Соның бірі атмосфераның ластауы. Сұрақ А. Атмосфераның ластауына әсер ететін негізгі факторларды жазыңыз. Ең алдымен бұл кенді өңдеу барысында бөлінетін улы газдар. Дәлірек айтатын болсақ, ол бізде көмірқышқыл газы. Жалпы көмірқышқыл газы бізде көп жерде кездесіп жатады. Адамның өзі көмірқышқыл газын бөліп отырады, демалып, сосын оны шығарғаннан кейін. Оның барлығы атмосфераның ластауына әсер етеді. Атмосфераның ластанудан қорғау үшін қажетті жағдайларды анықтаңыз. Өз ұсынысыңызды жазыңыз. Бұл жерде енді экология міндетті түрде, ең алдымен экология мән береміз. Демек, ол көгалдандыру, ағаш егу, гүл егу деген секілді. Суғарып, солардың жағдайын жасау керек. Арнайы сүзгілерді пайдалану. Техникалардың отандарын альтернативті отындарға алмастыру. Демек, атмосфераны ластамайтын техниканы пайдалану керек, және экологияны таза сақтау керек, көгалдандыру керек. Түсінікті, балалар? Бұл жерде өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап, кез келген жауапты жазуларыңызға болады. Барлығы да дұрыс болады, ешқандай да қате болмайды. Осымен 8 сұрақты біз талдап шықтық. Түсінбеген жерлеріңіз болса, менің комментарийға жазып кетіңіздер маған. Мен міндетті түрде жауабын қайтаратын боламын. Сіздермен болған химия онлайн арнасы. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарийға жазып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Пока-пока.